Күнгәйл болсын. Жануар рахматла. Бейне және аудио жазылым жүруде. Таныстырып өтсеңіз өзіңіз. Жай ма? Жай. Түсінбедім. Уалейкум ассалам. Сіз ба? Араларында үлкен. Есіміңіз? Шамшы болады. Шамшы. Кеттік мұнда Шамшы. Қандай фирмадан, әлде әкімдіктен ба? Әкімдіктің қызметкерісіз ба, әлде мердігерсіз ба? Мердігер. Мердігер, фирмаңыз қандай? Випстрой компания. Қандай? Випстрой компания. Випстрой компания, я? Шамшы? На жолдың ені биіктігі қанша болу керек асфальттың? Дәл осы көшеде? Биіктігі 5 сантиметр, Аха. ені 5 метр болу керек. 5 метр болу керек па? Жақсы. Тек паспортта солай сіздерге солай ақша солай бөлініп жатыр ғой. Жақсы. Не, Әлбек? Жақсы, на жақта тұрғындар соны білейін деген еді қазір. Соны көресек. Сіздерге на жақта айтпап еді келесі жылы орталық қаржы жүйесі жүретін сіздерге маңызды емес қой. Сіздерге қазір тапсырыс беруші так управление транспорта и автомобильных дорог па? Отдел. Я. Дұрыс қой? Рулеткін апкеш, рулеткін. Биіктігі 5. Кеттік ар жақты өлшей салайық, или мына жерді ма? Жоқ, мынандай болған жолды. Кем мына жерден? Ар жақтан 5 метр өтіп, мына жер узкий болып қойған жолдың өзі. Себеп? Үйлер бері қарай келген, жақындап қойған. Так, жаңаға мердігердің айтқан естік, 460. Кеттік ар жаққа. Біздерде сондай себеп бір себеп ары қарай. Жоқ, ол тех паспортта солай көрсетілген ма? Заказ бергенде? Таныс аламыз ба? Қай жерден бастап без? Өз жерді өлшік. Асфальтты, не жібін емес. Олама? 0. 480. Жаңа мердігердің өзі айтып тұр, өз жер 5 метр деп, Жо, сіз өз жерді жаңа ғана көрсеттіңіз. Менде видеода бәрі тұрғы, өз жерді өлші бер дегеніңіз. Ар жақты бір өлшеп. Қай жақты? Ар жақты. Жо, сіздер қазір сонда бұлай көше. Міне қалай тұр, мына жақта ашық жерлер. Дәл солай жалғасып кетеді. Бұлай қарай, қысқарған тұрса? Жоқ, қысқармаған. Міне, жіп тұр мына жақта. Мына істемейтін арық білесіздер ғой. Орталық қаржы жүйесі. Міне, ешқандай қысқармаған, міне жол тұр, жіп тұр ғой. Арыққа дейін, міне мына жақта қанша сантиметр тұр да? 40 сантиметр. Мына жақта да арыққа дейін жіп тұр, міне өздерінің қойған. Аяқта тағы да бір 40-50 сантиметр тұр да. Бірақ көше қысқарған болып тұр ғой. Арық тұр ғой, арық тұр ғой. Жо, түсіндім ғой, ол арық жұмыс істемейтін арық қой, су ағып атқан көріп тұрсыз ба? Бар ма 5 жерлері? Не дейсіз бұған, Шамшы? Жоқ, жүріс көрексіз. Жоқ, сіз мен түсінген жоқсыз қой, көше қысқармаған ғой, мені. Көріп тұрмыз ғой, на жақта 50 сантиметр жол тұрған тағы да. Жоқ, егер дәл жақта тоқтатын болсам, мына жауып қалады ғой, мына. Нені жауып қалады? Жо, 20 сантиметр мына жаққа, 20 сантиметр мына жаққа жауып қала ма? Есіңізді алың? Жаппайды деп тұр ғой мен тұрғындар. Жоқ, сіз егер 40 сантиметрдің бәрі мына жаққа берсеңіз, 20-ны ар жаққа, 20-ны бер жаққа неғып бермейсіз? Не істейміз, сөйлейміз бе әлде осылай қалдырасыздар ма? Жоқ, көріп тұрмын ғой, міне жіп тұр. Сіздердің өлшемдеріңізді тұрғындардікі емес, дұрыс па? Мына жаққа 20 сантиметр қосасыздар, ар жаққа 20 сантиметр болды ғой? Келсін. Кәм бригадирлеріңіз? Так, Випстрой дедіңіз ба? Қай жақта ресми тіркелген жері? Шымкентте ма? Шымкенттесіз. Биіктігін қалай өлшейміз? Мен биіктігін өлшей аламыз ба? Ол сынама алады ғой. Сынама ма? Мені тұра тұршы бауырым.
Мына жақта жол қаншама жеткілікті да, мынаны былай 20 сантиметр осы жаққа қозғалса, ар жақ 20 сантиметр қозғалса болды ғой. Қанша 5 сантиметрді көрейік. 4 болып тұр ма, 3,5 ба? Жатып көру керек сияқты. 3,5. Жоқ, сынаманы өздеріңіз ең терең жерден алатын болатсыздар ма енді? Мына жақтан ба? Жақсы, жо, мен оны емес, мен қазір ені бойынша келіп тұрмын да. Қаны бригадир. Мына жігіттер ма? Қазір тұрғындар қалалықтарға түсіндіріп өтейін, мына 52-ші шағын аудан, мұнда орталық кәріз жүйесі жоқ та, ар жақта ясауи көшесі. Орталық кәріз жүйесіне осы 22-23-те қосылу керек. Оны ЖКХ, яғни тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі сон қадағалау керек та. Екі бөлім, жаңағы көлік және автомобиль жолдар басқармасы екеуі бірігіп жұмыс істемегендігін, бір әкімдік, бір қала, кішкентай қала, со екеуі бірігіп жұмыс істей алмай жатыр да. Біреу асфальт салып жатыр, оны келесі жолы келетті қақ ортасынан бұзып, мына жақтан жаңа орталық кәріз жүйесін жүргізбекші. Ол бір жөн. Ал қазір жаңа ғана естіңіздер, метр болу керек деді ені. Мұнда 460-40 сантиметр кім жеп қойды? Мен мұнда әкімдік көріп тұрған жоқпын. Жеп атыр дейін десем. Кәм бригадирлеріңіз? Қазір көрейік. Былай қарай қатты. Бір жаққа емес, жіпті екі жаққа да тартсаңыздар, 20-20 сантиметр сонда толық шығады ғой. Нан басынан бәрін есті орып кете саған ғой. Мемлекеттік ақша түсінем да, Бабаев, Мақажанов, қалтаңнан төлеп атқан жоқсың. Ол әрқайсымыздың салып отқан мемлекетке салғымыз ғой, соны бақылау керек емес па? Ақша мен қалтамнан шыққан жоқ қой деп төлей салып, одан кейін қайтан жөндей салам, қаза салам. Болмайды ғой ондай. Қашан мемлекет, қашан жендіріс мемлекет боламыз? Артымызда миллиардтар, триллиондар қарыздар ағылып жатыр. Шетелден не үшін қарыз алып жатырмыз? Егер қайта-қайта қазып, қайта-қайта жасай беретін болсақ, кәні бір бақылаушы, мына жақта әкімдіктен тапсырыс беруші, әкімдіктен бір адам жоқ. Тек бақылаушы кәні. Жаңақ бөлімдердің басшылар, жарайды, басшылар креслоға жабысып туылған шығар, шешелер сөйтіп туған шығар, әкімді туғандай. Бірақ өздерін қызметкерлерді біреу жіберуге болатын шығар, мына жақта сапасын бақылауға. Болмай ма? Креслоларға нандай жасанды бірдеңе қойып, соның үстінде отырасыңдар ма? Кайфовать етіп. Мына 5 метр дейді, келіп қарадым метр. Рулеткімен 4,60. Қазір жолдың ақша жеудің жаңа түрі осындай. Шетінен 10 сантиметр, мына жақтан 20 сантиметр, ана жақтан 20 сантиметр жит болды. Ойлаңыз, 22 километр биыл Кентауда жол жүру керек, 22 километрден 40 сантиметрден жейтін болса, ой болады. Қысқарғаннан кейін ғана ғой. Жо, Шамшы дедіңіз ғой, есіміңізді. Шамшы, мына жақ қысқармаған ғой, түкте көрініп тұр ғой міне. Арыққа бола біз. Арық емес, тас төсетсеңдерші, тасқа ақшаларың жоқ па? Дополнительно сұраңдар, немесе тұрғындарға айтыңдар, 5000 теңгеге ана жерге қазір шибенг толтырып береді. Оны өзіміз толтырасыз қазір. Жо, енді сон проблема қып тұрсыңдар ғой сендер. Наны 40 сантиметрге жылжытудың қажеті жоқ, екі жақ 20-20 сантиметрге жылжытасыңдар болды. Или тұрғындар қарсылық болып жатыр ма, үйім алдына асфальт апкеме деп? Қарсыздар ма? Жоқ, қазір көрейікші. Бана қазған араға қағылған дұрыс. Кейінен алтын араға қақты. Не үшін? Араға қағылған. Жо, со 40-тың бәрін осы бетке бері жерген ғой. 20-ны қазір на жаққа берсін, 20-ны ар жаққа берсін. Кән енді бригадирлеріңіз? На жақта тех, ар жақта ма? Кім есімі? Тех бақылаушы бар ма сіздерде? Әкімдіктен жіберген? Қай жерде? Келді ма негізі? Келген жоқ дейді тех бақылаушының тұрғындарда, мердігер компанияда. Ассалаумалейкум. Кім бригадир? Ол кісі емес па? Өптігідік, мен сендерге ойыншық болдым бар жақ, на жақ деп. Қарап тұрмын. Ештеңе етпейді, мені тұрғыны келе жатыр. Сіз қарсыз ба бұлай қозғалғанына жолдың кеңейгеніне аға? Ол мені тұрғындар тұр ғой, ештеңе қылмайды деп тұр ғой.
Kan kazıktan kazıkka дейін. Так, 0. Шығып тұр ма? Болды, міне, заңда ақша төлеген 5 метріміз ең шық, 40 сантиметріміз желімбет. Ар жақтарды да кеңейтіңіздер. Кеңейт қойдың о жақта. Жоқ, мынаяқтан барады. Жақсы. Көрейік қалай болатын сен. Көрейік. Мына жақта, ЖКХ келесі жылы келеді, қасты ұстайды да, канализация жүргізеді енді. Жоқ, канализация жүргізіп қойған ғой? Жоқ, канализация бұл жақта тұрғындар өздері жүргізген, мемлекет емес. Мемлекетті күтіп, шаршап кетіп өздері жүргізген ғой. Бұл жаққа заң бойынша енді келеді келесі жылы. Қазір күте тұрақ 40 сантиметрін тұрғындардың мемлекеттің 40 сантиметрін қайтарып жатыр. Ұрланған. Бақылау, ешқандай бақылау жоқ. Мына жақта жүрмен ешкім звондап әкімдікке, мына жақта мынандай жағдай отыр деп жатқан ешкім жоқ. Тұрғындармен ешкім санаспайды. Қазір тоқтата тұрақ, бәрін толық бітірдік деген кезде қайттан байланысқа шығамыз. Так, жүзекте шақырып сен как его? 10 рет КНБ-ға звонда, Нацгвардияға звонда. Сен препятствие етіп жатырсың. Препятствовать етіп жатыр ма? Давай звондаса көрейік кімге препятствовать етіп жатқанын. Жігітсің ба? Қуаныш, бір рет сөзің саш. Бол, 5 метр жаңағыдай. Қуаныштың компанияда лауазымын айта аласың ба? Шамшы? Құпия болмаса? Снабженец па? Снабженец па? Жо, сен жүзекке звондайым дедім, мен саған звонда деген жоқпын, Қуаныш. Провокация. Не істедік? Қандай провокация? Мен сізге тиісіп жатырма, қара, жолама маған, ары тұрсай. Сен саған тиісетін. А? Маска ма? Мә маска. Мен 87-ні төлей салам, шыққанда қиындық жоқ. Сендер компаниясынар ғой, ұмытпаңдар. Жоқ. Нажақ айтты. Шамшы мен емес, нажақ айтты. Не өкет? Білмеймін ғой, не үшін келіп жатқан. Не үшін түсіріп жатыр? Мен халыққа көздерін жеткіземін, қызмет қандай жасап жатқанын. Болды ғой? Болды. Дұрыс. Болды. Мен саған бір нәрсе. Жо, 102 шақырам дедіңіз ғой, мен күтіп тұрмын, кән 102. Жоқ, сен неге мен шақырайым ба 102? Мен жұмысыма неме кедергі жасайсың. Менде видеода бәрі тұр, мен нан ұстағанда жоқпын, жолағанда жоқпын. Қандай кедергі? Кедергі деген сіздің түсінігіңізше қандай сөз айтыңызшы? Болды, оталдырыңдар. Жаңағы. Қаяқтан басталды жаңа кемшілік, мына жақтан ба? Міне осы ғана керектісі. Әкімдіктен айлық алып отыр. Костюм, шалбар, шырттай, тойға баратындай киініп аласыңдар. Ал жұмыстарыңа келгенде біреуің таба алмадың мұнда. Мақажанов, бір қызметкеріңде. Айлық не үшін, нан не үшін, қалай тамақтарыңнан өтеді сол нан түсінбеймін. Қалай айлықтарың алынған тамақ, киім, қалай киіп жүресіңдер сондар? Мемлекеттік ақша ол әрбіріміздің қалтамыздан шыға ғой. Сендер қалтамыздан шықпады, басым қатпасын дейсің ғой. Сен үйінде брусчатка төсеткенде, бетон құйғызғанда барып қарап тұрасың, мына жер мынандай болсын, мына жер мынандай болсын деп. Ал мемлекеттің қаржысына жасалып жатқан жерде ешқайсысын келіп бақыламайсыңдар. Неге ондай? Неге немқұрайлық қарайсыңдар соншалықты қазынамызға, Қазақстанымызға, елімізге, жерімізге, ұлтымызға, жігіттер, қыздар, апайлар? Келіп осылай жұмыс басында тұратын болсаңыздар біріңіз. Бұндай уақыт тоқтап, уақыт алу ештеңе болмайтын еді, басынан бастап бақылау болатын болса. Келдім міне. Кеңейтіліп жатыр көше. Мінеке, ешкімнің ақысы желініп жатқан жоқ. Бәр өз алған ақшаларын адал табады осылай. Тұрғындар да риза. Мемлекетте өз ақшасын жайдан жай төлеп жатқан жоқ. Қазынамыз бостан босап жатқан жоқ. 5 метрге төленді, 5 метр шығып жатыр. Газынан жақсылап преспен бас шықса, шашылмайтын еді. Потом посмотреть. Сейчас горстер. Покажи.
Өзümüздü көретін болдық қой. Шығармай қойсаңыз дұрыс болар еді. Болды. Онлайн керек емес, просто жазсаң болды. Жанбол Рахматулла деп. Мен Көргісі бар ғой сіздің. Мен жазылып қойған ғой сізге. Өзімді көретін болдым ғой. Сіз мейлі боласыз? Елма, мен қыздарға ғана айтам, жігіттерге айтпаймын. Қазақпын ғой. Жоқ, енді бөлінбейміз ғой, просто рұсырасы. Жоқ, мен жігіттерге айтпаймын, қыздарға ғана айтам. Қыздар руым тіней, босым. Басым бос дейсі. Бірақ бос дегенде түсіндіңдер ғой, дұрыс мағынада түсіндер. Не қылмағызды? Иә, бойдақпын. 91. Мен 92 мың, үлкен көрінеді екесін еді. Қойш, көңіл кейім түсірдің ғой. 89-88. Мен құрдастарым Ләйлім деп жүр ғой. Ләйліп та. Мен кете берейін ба? Кете берсем бола ма? Қайту зандамай ма маған ешкім? Жоқ, егер дағанса... Что-то на жақты өзгерт жерді қысқартып атыр деп. Дағанса болам десеңіз, өз еркіңіз ғой? Жоқ, басқа да қазір мен кеткеннен кейін бәрі қысылам ештеңе болмайды. Ештеңе болмайды. Ол ар жақта кедергі жоқ онда ешқандай. Кете берейін ме онда? Қазір енді әкімдікке барам. Білмеймін, көңіл күйіме байланысты болады, қалай сөйлесетін ол жақтағы адамдармен. Бірақ мына жақта біреу жүрмегені басында ол өте дұрыс емес. Куәсі болайық жолдың кеңейтіліп басылып жатқанның. Сосын қайтайық. Жақсы, жабыстырып алмас үшін технологиясы бойынша міне каток өтіп жатыр. Жақсы. Қазір жалғасын көреміз әкімдікке барып. Жақсы, байланыста боламыз. Саламатсыз ба? Жаңыл Шекербекұлы Рахматулла, Бабаев орны ма? Әлібек. Әлібек. Қайырлы күн, Жаңыл Шекербекұлы Рахматулла. Бейне және аудио жазылым жүруде. Өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Жаңадан қосылған көрермендерімізге. Әлібек Бабаев. Қай бөлім басшысы? Отыра берсем оғы ма? Әлібек, маған орталық кәріз жүйесі мазалап жатыр да көп адамдар сол сұрақпен. Канализация ғой центральная. Сол қалада қандай жоспар, қай жақ қосылады алдағы уақытта, әлде қосылмай ма қала? Елуеке, Бала Бүрген, Шанхай, Шақстрой. Қала, Елуеке, Бала Бүрген бәрі қосылады. Қазір техника экономика негіздеме жасалмады. Жаңа қос бойынша. Бұрын Қотырбұлақ жақта салыну керек еді. Қазір 200 гектар жерді осы водохранилищенің ар жағынан қазір есептеліп соған алынып жатыр. Жаңа қойма ғой, жаңа бәрі сол жаққа жиналатын. Бүкіл ананен бәрін көшіріп жатыр ғой. Атыстайтын болады. Осы биыл техника экономикалық негіздемелер шықса, биыл шығу керек. Келесі жылы ПСД істеледі. 2023 жылдан бастап жаңа 52-ші мөлтек ауданның бүкіл осы қосылмаған жерлердің бәрі соның ішінде. Бала Бүрген, Шанхай, Шақстрой Бүргеннің өзі. 23-ке дейін ба, әлде 23 бастала ма? 23-тен бастап. Бастап ба? Жақсы. Осы былай ғой, вообще осы биыл шыққаннан кейін, келесі жылы ПСД-ға, жаңа ЖСХ-ға өзі ЖСХ істелінеді. 23-тен бастап республиканың бюджеттен ақша. Түсіндім, сұрайсыздар ғой. Біз осындай документацияны жіберіп, бізге осынша қаржы керек, орталық кәріз қалалықтар тұрғызу. Жақсы, қазір жолдар бөлімі ма? Қалай? Транспортты, көлік және автомобиль жолдылар бөлімі ғой, басқармасы ма, бөлімі ма? Бөлім. 4-ші қабатта ма? Сіздер бір-біріңіз танисыздар ма? Басшысы, жұмысшылары? Дәулетчиев танимын. Кім? Дәулетчиев. Дәулетчиев. Просто ол қазір 52-де асфальт жүргізіп жатыр да, білетін шығарсыз? Бірақ 23-те канализация келеді. Канализация қай жақтан өтеді? Сол асфальттың астымен емес па? Асфальттың астымен өтеді. Жолға қазір сол Дәулетчиевқа барам ғой. Жақсы, звондап қоймайсың ғой,
Оған да сюрприз қылайын да. Сотканы Түсіріп тұрмын ғой. Жо. Жанбол Шекербекұлы Рахматұлы, аты жөнім бейне және аудио жазылым жүруде. Өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Жамбыл болу ма? Мен жұмыста бармыз. Жақсы істей беріңіз. Мен сұрағым бар еді тез. Жолдарды салғызып жатқан тапсырыс беруші сіздер ғой? Иә, бақылаушы технадзор ешкім жоқ па бөліміңізде? Технадзор бөлек компанияда болады. Сіз өзіңіздің бөліміңізден ешкім жібермеген, солар 5 метр енді салу керек жерге 4,5 метр 4,60 салатқан білесіз ба? Вебстрой компаниясы, иә, мердігер. Иә, соны бақылап жатқан адам бар ма? Мен басында сол жақта 1 сағат жүріп келдім. Технадзор сіздерден ба, әлде жеке компаниядан ба? Жеке компаниядан. Иә. Технадзор сол жақта жүру керек па? Ол біздің инвестор компания ғой. Кім? Технадзор ма, әлде Випстрой компаниясы ма? Випстрой компаниясы инвестор компания. Аха. Олар инвестор екенбіз деп жеп кете бере ма, енін, қалыңдығын? Жоқ, бәрі оның бекітілген ситуациялы схемалар бар, соған сәйкес. Жо, мен бардым ғой. Ол жақта көз жеткіздік, 4,60 жер бар, 4,5 метр жер бар. Жоқ, орада былайда. Ол жақта әкімдіктен бір адам қызметкер көрмеді. Схемалар бар да, бекітілген. Иә. Қалай істелу керек? Сол бойынша істеледі, уже схемасы бар. Сонымен біз кейін қабылдаймыз. Істемесе ше? Істейді сонымен, біз бекітіп. Олар 4,60 қылып ұрып кеткен ғой көшені. Жоқ, ұзындығын бәрі біз ситуационный схема істеп қоямыз алдына бар. Сіз қазір өзіңізде бар ма осы жақта жасатып жатқан көшелеріңізде? 52 Ардақтана көшесі. Мүйісі. Менде қолымда өздерінде болу керек қазір. Жоқ, оларда бар ғой, сізде деймін, сіз тапсырушы беруші мемлекеттік органнан қызметкер емессіз ба? Сіз қалай барып тексересіз? Берші сендегі қағазды мен көріп алайын демейсіз ғой? Әлде сөйтесіз ба? Бар ғой. Соны қазір оқысақ, балалар жоқта, мен сол жақта 1 сағат келе жатыр, мына жақта барлық дәлел бар. Мен өзіме электронный вариантын былай кірісіп қоямын. Көре аламыз ба? Қарсы емес па экраныңызды түсірсек? Коммерциялық құпияларды жауып қойыңыз, ә? Мен былай өзім не қоямын, былайша мәліметтерімді бізде неде болады? Жоқ, соны қазір алғыза алмаймыз ба? Жігіттерде болады. Қандай жігіттер, КНБ ма? Жоқ, өзіміздің бөлім мамандары бар ғой. Звондап шақыра алмайсыз ба? Дорожник маманымыз больничныйда ауырып Дәулет Керімбек жігіт бар бізде. Мен сол жақта тұрғындардың шақыру бойынша 1 сағат жүрдім. Өлшедік, енін өлшедік, биіктігін өлшедік. Биіктігінен толыққанды. Жоқ, олар салып кетіп қаласы, олар значит бірдеңеге сеніп тұр ғой. Олар бірдеңеге сеніп тұр ғой. Әйтпесе бақылауы, тексерісі бар адам ешқашан өтіп кетпейді жұмысын. Жанбол. Ол 5 жылдық проектімен жұмыс істеп жатқан жігіттер. Випстрой деген компанияда. Ол 5 жылда өзі жауапкершілігін алып отыр. Неліктен бұл бұндай мәселе бар? Тесілетін болса, шұрқ тесік астынан шөп шығатын болса, бәрін жөндей ма? Конечно, 5 жылда жақсы. Әріптестік аясында дегеніміз сондықтан. Жақсы. Сіз орталық кәріз жүйесі қай жолмен жүретінін білесіз ба? Жолдың қай бетімен? Кәріз жолдан білмейді, өйткені ол бөлім жүргізетінде. Иә, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, иә? Басшысын танисыз ба? Танимын, Әлібек деген жігіт. Бабаев Әлібек, иә? Сонымен сіз сөйлескен жоқсыз ба? Біз мына жақта асфальт жүргізейін деп жатырмыз, сендерде ешқандай жұмыс жоқ па, ол жақта ешқандай жұмыс. Біз асфальт жүргізейін деп жатырмыз, мына көшеде ешқандай қызмет етпейсіңдер ма деп сұрастырған жоқсыз ба? Сұрастырғанда олар біледі ғой, біздің бәрі бекітілген, біз биыл жүргізетін жолымыздың бәрі белгілі. 24 көшеміз бар, 3 капремонт істеліп жатқан көшелер бар, оның бәрін біз бекітіп қойғанбыз жылдың басында, осыны істейміз деп. Олар дәл қазір ПСЖ ма сондай жасап жатыр канализацияға. Канализация жасап жатыр. Олар біздің көшелерімізді білу керек. Сосын сіз асфальт жасап кеткен көшелерге сонда ол канализация жүргізбей қою керек па? Жүргізеді ғой, бірақ қазір оны канализация жүргізеді белгісіз ғой, қай уақытта жүргізеді. 23 жылдан бастап. 23 қараңыз, 23-ге дейін әлі 2 жыл бар ғой. Жоқ, 2 жыл дегенде грубо. Өзі негізі жолыңыз гарантийный срогі мердігер жасағаннан кейін 3 жылға береді. Иә. Кепілдікті ұстап тұрсақ болды, ар жағын. Жоқ, мысалы, именно 52-24-те салматын болып қалса, сонда қайттан
Астанадан республикалық бюджеттен ақша сұрап жүрсіз. Біз халқымызды Топырақ, ол КСРО-ның кезінен бері топырақ болып жатқан жер емес па? Белгісіз ол, нақты мерзімі жоқ қой қазір ол. Олар бізге айта алмай отыр ғой. Бекіткен жоқ дейсіз ғой. Сонда кінә жасап біткен жоқ әлі проект. Егер олар 23-те нақты деген кездерінде сіздер тоқтататын едіңіздер асфальт. Сіздер нақты, міне қазір біз тоқтатып қойған көшелеріміз бар, 66-да қойғанбыз мысалы. 66-67-ші. Ол жақта канализация нақты болады дегеннен кейін сіздер тоқтатыңыздар ма? Канализация деген жоқ. Бізге судың ана жігіттері айтты. Бізде ауысат деген жерлер бар да. Ауысат жерлерді біз тоқтатып қойдық. Ал қанша уақыттың ішінде ауысат десе тоқтата аласыз? Бір жылдың ішінде ма? Бір жылға тоқтатып қойдық. Оны жүргізбейміз. Ал 23 болса бәрібір ұрып кете бересіз ғой. Сал. 23 болса сала береміз ғой. Сіз маған коммерциялық құпия емес ше, 1 метр жер ені 5-те 1 қанша тұратын айта аласыз ба ақысы? Қазір мен нақты айта алмаймын. Жоқ, шамамен. Ол қолғамен өлшене ма, әлде жаңағы метрмен өлшене ма? Жоқ, смета жұмыстар общий кіріп кетеді да. Так что мен оны қазір нақты шығарып айта алмайсың. Жұмыстарына байланысты. Ол жерде мысалы лоток түсуде мүмкін, освещениеде қойып кетеді кейде. Оның барлығы жалпы кіріп кеткеннен кейін ол жерде әртүрлі болып тұрады. Сіз жаңағы электрон нұсқаңызды әлі ашып жатсыз ба, әлде ұмытып кеткен жоқсыз ба? Бекітіп береміз сол схема бойынша жүретін жұмыстар. Так, исполнительный схема. Ну, схемалар дайындағанбыз. Так, рұқсат беріңіз ғой, қарай беруге. Исполнительный схемалар бекітіп береміз. Аха. Көшеге. Бұл қай көшесі? Майлин Жұмабаевна Балаберген ғой, Айбергенов көшесі. Түсіндім. 4,5 метр болу керек па? Жуандығы, қалыңдығы қанша болу керек? Қалыңдығы 5 сантиметр. Бәрінде ма? Көрдіңіз, осында көшелер бекітіп беріп. Мына көшеде мысалы 4 метр ені, иә? Енді қазір маған нақты жауап бересеңіз, жаңағы 23-24-те болашақта канализация жүрейін деп жатыр. Сіз онша жыл күте алмай тұрамыз, өйткені адамдарды шаңмен жүргізе алмаймыз деп тұрсыз ғой. КСРО құлағаннан бері олар шаңмен жүріп. Қазір тоқтаңыз, Елбекке осыған дейін жол салынды ма, асфальт? Яссауиден басқасына салынған жоқ, е? Сол 2 жыл күте салуға болмайтын ма еді? Республикалық бюджет ақша сұрай бермей? Жоқ, мен бұл мемлекет жекешелік әріптестік жобасы аясында да. Жоқ, сонда инвестор ма? Инвестор компанияны айта аласыз ба жаңа? Випстрой компаниясы. Жоқ, оларға не резон жол салғаннан? Енді оны өзінен сұрамыз ғой. Мемлекет жекешелік әріптестік осы жоба. Ақшаны, жұмысшыларды бәрін өздері салып жасап береді сіздерге. Сіздер не қайтарасыздар? Бізге 5 жылға қаржысын белгілеп қойған, 5 жыл қаржысын жайлап төлеп береміз. Рассрочкаға дейсіз ғой. Түсіндім. Бәрібір мемлекеттік бюджетке. Түсіндім. Олар өздері бірінші салып береді, сіздер рассрочка бөліп төлеу ғой. Істеп қойып береміз, жайлап 5 жылдың ішінде. Бірақ соңында бәрібір төленеді, мемлекеттік бюджеттен. Соны айтып жатырмын, әйтпесе оларға не резон деймін да жол салып кетеді. Так, не істейді деймін. Сонда бәрібір мемлекеттік бюджетке сіздер салмақ салып отырсыздар ғой. Қазір баратта енді Бабаев бараттап. Мысалы, биыл, допустим, 10-20 көше істейтін болса, біз сразу төлемейміз да? Түсіндім. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы орталық кәрізді ортасынан жүргізген кезде, оны қасып тастайды да жүргізіп олар кетіп қалады. Жоқ, ол жарайды, бекітілді дейік. Сосын оған қайтадан ақша аласыздар ғой, әлде бұлар 5 жылдың ішінде бір авария болып жатса қайтадан жауып кетеміз дей ма? Түсіндіңіз ба, түсінген жоқсыз ба сұрағымда? Канализация жүргізгеннен кейін оны қайтадан кім жабады? Оны негізі қазған адам өздері восстановить ету керек. ЖКХ жүргізді ма? Оның ішінде, жұмысының ішінде бізде асфальт тұрса, восстановить жұмыстарын істеу керек. Сіздерге қайттан обращаться етпейді ғой, өздері жасап кету керек қой, мемлекеттік бюджеттен. Сол жұмысында залайшты деді ғой. Түсіндім. Біз осын асфальт тұр, осын қазаннан кейін қайттан қалпына келтіріп кету. Сон бәрін жаңағылар есептеп, қай бөлім бұзды, сол бөлім қайттан қалпына келтіру керек, Жақсы. Бірақ өте өкінішті екен жаңағыдай бір-бірлеріңізбен сөйлеспей келісіп алмайтындарыңыз. Жақсы, сіздермен болған? Орынбай Дәулетшев.
Жақсы. Жолаушылар көрмеген атам жылы башысы. Назарыңызда болған Жанбол Шекербекұлы, рахматулла. Байланыстамыз.